Тауық бағу табысты әрі пайдалы іс болуы мүмкін, егер оларға дұрыс күтім жасалса. Төменде тауық өсіру үшін қажет кеңестер мен ақпараттар берілген. Тауық түрін таңдау. Жұмыртқалағыш тауықтар. Егер басты мақсат жұмыртқа алу болса, мына тұқымдар қолайлы. Легорн жылына 280-300 жұмыртқа береді. Ломан Браун жылына 250-300 жұмыртқа береді. Хайсекс жұмыртқалағыш және төзімді тұқым. Жұмыртқа беріп қана қоймай, ет үшін де өсіріледі. Етті тұқымдар. Егер басты мақсат ет өндіру болса. Бройлерлер жылдам өседі, алдам өседі, 6-8 аптада союға жарайды. Ет сапасы жоғары. Жұмыртқа мен етке бірдей жарайды. Австралорп Орпингтон. Тауықтарға күтім жасау, кәзу. Кең желдетілетін қора дайындау керек. Тауық басына фнулсым 2-3 пәргайыз орын қажет. Жұмыртқа салатын жер жұмсақ төсемемен жабдықталуы тиіс. Азықтандыру. Азық құрамында ақуыз, көмірсу, дәрумендер мен минералдар болу керек. Негізгі азық дәнді дақылдар, бидай, жасыл шөптер, көкөніс қалдықтары. Қосымша премикстер, бор, ұнтақталған жұмыртқа қабықтары кальций үшін. Таза су әрдайым болуы керек. Ыстық күндері су мөлшерін көбейту қажет. 4. Гигиена. Қораны үнемі тазалап, төсемді ауыстырып отырыңыз. Дезинфекция жүргізу аурулардың алдын алудың маңызды бөлігі. 1. Жұқпалы аурулар. Ньюкасл ауруы тауықтарды жаппай қырады. Вакцинация қажет. Инфекциялық бронхит тыныс алу жолдарын зақымдайды. Кокцидиоз ишек паразиттері тудырады, дәрімен емдейді. Иге паразиттер, сыртқы паразиттер, бит, кенелер, ішкі паразиттер, құрттар. Жұмыртқаға әсер ететін аурулар. Жұмыртқа қабығының жұқаруы, кальций жетіспеушілігі. Салқын қора, дұрыс күтім болмауы өнімділікті азайтады. Тауық өсіру және көбейту. Инкубация. Инкубатор арқылы жасанды түрде балапан шығаруға болады. Жұмыртқаларды инкубаторда 21 күн бойы 37 градус температурада ұстау керек. 2. Табиғи жол. Қосаналықтары мамықты тауықтар табиғи түрде жұмыртқа басады. 3. Жас тауықтарды өсіру. Алғашқы 2 аптада 32 дәреже температурада ұстау керек. Жемі мен суы әрдайым болуы керек. Пайдасы мен зияны. Жұмыртқа мен ет өндіру арқылы табыс табуға болады. Органикалық тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады. Дәрумендер мен минералдарға бай өнім. Зияны, аурулар таралу қаупі дұрыс күтім жасалмаса, шулы немесе иісті болуы мүмкін, көршілерге қолайсыздық. Егер дұрыс күтім жасалса, тауық өсірудің пайдасы мол. Жұмыртқалағыш тұқымды таңдап, оларды жоғары сапалы азықпен қамтамасыз етсеңіз, жақсы нәтижеге жетесіз.